сабаққа қош келдіңіздер. Металдар адам қоғамымен бірге туып, бірге жасасып келе жатқан элемент. Ол адамды алғашқы құрал жабдықтар мен қару-жарақтардан бастап, бүгінгі ғарыш кеңістігіне дейін апарған жасампаз металл. Металдар тақырыбын бастамас бұрын біз периодтық жүйенің атасы болған Дмитрий Иванович Менделеевтің өмірі мен оның ашқан жаңалықтары жайында Ленинг әдісімен жасалған фазылды ашатын боламыз. Бұл фазылда Менделеевтің жанияға қатысты сөздерін белгілейміз. Ол үшін жанияны басамыз. 1834 жылы дүниеге келген, жаниясында 17 бала болған және бұл жерде Тобольск қаласында дүниеге келген және өзінің де 6 баласы болған. Келесі екінші ашқан жаңалығы. Ашқан жаңалық деген басамыз. Ашқан жаңалықтары ариометрді ойлап тапқан, органикалық химия оқулығын жазған және химиядан ойлап тапқан. Және 1869 жылы үлкен Менделеевтің периодтық жүйесін ойлап тапқан. Енді аяқталмаған жобасы мұнайдың құрамын анықтамаған, мұз жарғыш кеме жұмысы аяқталмай қалған, әуе шары және 101-ші элементке өзінің есімі артынан берілген. Көмірден газ алу әдісі және Александр Блок Менделеевтің күйеу баласы болған жанияға жатады және спирт пен судың қосылуы ашқан жаңалығы. Металдар адамзат қоғамында ерте заманнан белгілі. Тарихта тас дәуірі, мыс дәуірі, қола және темір дәуірі осы металдардың пайда болуына байланысты аталса керек. Біздің заманымыздың бас кезінде небәрі 7 металл ғана белгілі болған. Тайқазан соның дәлелі. Яғни тайқазанның құрамында 7 түрлі металл болған. Олар күміс, алтын, мыс, мырыш, темір, қалайы және қорғасын. Темірдің ұлы құпиясын ашамыз. Темір рудасы жердің өзінде пайда болмаған. Ол мұнда сыртқы ғарыштан әлдебір аса жаңа жұлдыздардың жарылысынан соң метеориттермен бірге түскен. Кейбір химиялық элементтер жайлы Құранда ғылым үшін теңдесі жоқ маңызды мәліметтер бар. Солардың бірі темір. Ал-Хадид, яғни араб тілінен аударғанда темір деп аталатын сүреде біз темірді де түсірдік. Темірге адам баласына зор берекет және пайда бар. Темір жерде ең көп кездесетін элементтердің бірі. Жер қыртысының 5% темірден тұрады. Алайда осыған қарамастан темір жердің өзінде пайда болмаған. Қазіргі астрофизикалық зерттеулер темірдің жерге ғарыштан, одан да ірі жұлдыздардан келгенін анықтайды. Бір ғажабы, осы ғылыми факт Құранда да айтылыпты. Темір сүресінің 25-ші аятында анзална деген сөз қолданылған. Темірдің қайдан келген ғалымдар бүгінгі заманда ашты. Темір жерге ғана емес, бүкіл күн жүйесіне сыртқы ғарыштан келген. Өйткені темірдің химиялық элемент ретінде пайда болып құрылуы үшін күннің температурасы жеткіліксіз. Онда темір қайдан келді? Темірдің отаны жаңа және аса жаңа жұлдыздар. Осынау орасан жұлдыздардың ішінде темір массасы өзінің шегіне жеткен кезде ұстап тұра алмай жұлдыз жарылады. Темір массалары метеориттер күйінде ғарыш әлеміне шашыла ұшады. Бұл метеориттер ғарышта осылайша айналып жүреді. Әлдебір аспан денесінің тартылыс аймағына тап болған жерге құлап түседі. Сонымен темір сыртқы ғарыштан әлдебір жаңа жұлдыздың жарылысынан метеориттермен бірге түскен. Яғни Құранда айтылғандай, жерге түсірілген Ал-Хадид сүресі Құрандағы 57-ші сүре. Бұл темірдің атомдық массасының 27 екенін білдіреді. Яғни Хадид сөзінің сандық мағынасы 26 дегенге сөз тең. Бұл Менделеев кестесіне қарасақ, темірдің атомдық нөмірінің 26 екенін көрсетеді. Табиғатта кейбір металдар саф және әртүрлі минерал түрінде кездеседі. Ал минералдар география сабағынан белгілі, магмалық, шөгінді және метаморфты тау жыныстарының сыртқы күш әсерінен өзгеріске ұшырауынан пайда болады. Менделеев кестесіндегі 118 элементтің 99-ы жер қойнауынан табылса, оның 92-сі металдар болып табылады. Периодтық жүйеде металдар бордан астатқа қарай диагоналдың астында орналасады және қосымша Д тобындағы элементтер металдар болып табылады. Енді біз металдардың физикалық қасиеттеріне тоқталамыз. Маңызды металдардың физикалық қасиеттері алдарыңызда тұр. Соның ішінде магниттік қасиеті ең жоғары металл темір болып табылады. Темірдің магниттілігі 769 градусқа дейін
өзінің магниттік қасиетін жоғалтпайды. Мұсылманның 5 парызының бірі Меккеге бару болса, сол Меккедегі қағба, яғни қара тас, таза темірден жасалған. Оның тіреусіз ауада қалықтап тұруы осы магниттік қасиетіне байланысты. Енді металдардың химиялық қасиетіне тоқталамыз. Металдар негізгі топшаларда орналасқан және олардың сыртқы электрон саны аз, әрі топтың нөміріне тең болады. Металдардың тотығу дәрежесі оң, атом радиусы үлкен және күшті тотықсыздандырғыш болады. Металдардың ішінде темірдің химиялық қасиетінде тез жемірлуге ұшырайды. Сондықтан оның шойын және болат сияқты құймалары көп қолданылады. Оларды трансформатор, электромотор, электромагниттер және хромиум қосылыстары, шар өзекті пружина, рессорлар жасауға қолданылады. Қазақстан жері асыл металдарға бай. Осы байлықтарды зерттеуде Қазақтан шыққан тұңғыш ғалым Қаныш Имантайұлы Сәтбаевты айтпай кетуге болмайды. Ол геология, минералогия ғылымының докторы. Оның кен байыту комбинатына, Жоңғар Алатауының шыңына және ванаттар минералына есімі берілді. Сондай-ақ металдардың болжам картасын, ертістің жобасын жазған да Сәтбаев еді. Сонымен бірге қазақ мектебі үшін алгебра оқулығын аударумен бірге 8 томдық халық ауыз әдебиет үлгілерінің жинағын да жазған. Сабақты HTML гипермәтіндік белгілеу тілі арқылы жасалған сәйкестендіру тестін беру арқылы қорытындылаймыз. Сәйкестендіру тестінде металдарға байланысты физикалық қасиеттер сол жағында берілген. Оң жақ батырмалар арқылы сәйкес металдардың формуласын қоямыз. Ең жеңіл металл литий. Ауыр металл, ең ауыры осмий. Ең қатты металл хром. Ең жұмсақ металл калий. Ең балқитын вольфрам 3390 градуста балқиды. Ең оңай балқитын сынап 37 градуста балқиды. Созылғыш металл алтын. Және магниттігі жоғары бүгінгі өтіп жатырған темір. Өзімізді тексереміз. Жинаған балл 100%. Жарайсың дұрыс. Екінші тапсырма өзіңді тексер деп аталады. Мұнда әр студент өзін сәйкес жауаптарын беру арқылы тексереді. Бірінші сұрақ темірдің реттік номері. Оң жақ батырманы басқанда бүкіл жауап тұрады. Реттік номері 26. Екінші, темірдің салыстырмалы атомдық массасы. Салыстырмалы атомдық массасы 55-56-ға тең болады. Темір қандай металл? Темір ақ және сұр түсті болып келеді. Периодтық кестедегі темірдің орны 8-ші қосымша топта орналасқан. Темірдің валенттілігі ауыспалы болады 2 және 3. Темір құймаларының бірі дейді. Темір шойын және болат деген құймадан тұрады. Темір қосылыстарының бірі. Темір гематит минералынан алынады. Темірдің негізгі қасиеті магнитті және темір метеорит құрамындағы темір бұйым жасауға жарай ма? Жоқ. Келесі Қазақстандағы темір кен өндірілетін қала Теміртау қаласы. Енді өзімізді тексереміз. Жинаған балың 100%. Бұл оқушылардың жауап қорытындысын өздерінің көре алуына мүмкіндік береді.